Сәлем, құрметті шәкірттерім. Бүгін осы YouTube-дағы 12-ші сабағымыз Present Simple-ға қатысты практикамызды жалғастырамыз. Бүгін біз әлі де Present Simple-ға қарап жатырмыз. Алдыңғы сабақтарға сіздерге айтқан едім, теорияда да, практикада осы Present Simple-ға көп мән беруіміз керекпіз. Яғни басқа шақтарға бармай тұрып, Present Continuous, Past Continuous, Future, болашақ, өткен шақ, соның бәріне бармай тұрып, осы Present Simple-ды біз әбден жақсы түсініп және сөйлей алуымыз керекпіз. Сұрақтарды қалай қою керек, әрекет бар сөйлемдерді қалай құру керек екенін білу керекпіз. Әрекет жоқ сөйлемдерді қалай жасауын оны да жақсы білуіміз керекпіз. Тек қана теория емес, бірақ практика жүзінде. Сол жалғастырайық. Бүгін біз кішкене алдыңғы сабақтарда зат есімдермен ғана шектесек, бүгін сын есімдерді де қоса бастаймыз. Сын есім дегеніміз ағылшынша ол adjectives. Ол яғни зат есімдерді баяндайтын, сипаттайтын сөздер. Соларды біз adjectives дейміз. Бастайық. Сонда бұл жерде мен the article-ын қолданам, бірақ оны қазір түсіндірмей ақ қоям. Бұны the article-ын білгіңіз келсеңіз, мен видеоларымның арасында сары бір несі бар, сары немен, суретпен. Сол the article-ын түсіндіреді. Соны білгілеріңіз келсе, соны сол жерден көресіздер. Бұл жерде бұл бастапқы деңгей болған соң, the-ні сіздерге білуге ешкім міндеттенбейді. Білмесеңіздер де болады. Сонда сөмке көк түс, бірақ сөмке көк дейміз. Қалай? Сонда сөмке көк, осыны аударып көріңіздер. Бізде бұл жаңадан қосылып жатқан адамдар практикада мен сіздерге айтам қазақшасын, сіздер оны ағылшыншаға аударып көрсеңіздер болады. Бұны сіздер міндетті түрде көрудің қажеті жоқ видеоны, подкаст сияқты тыңдап жүрсеңіздер де болады. Сол тыңдап, мен айт дегенде сөйлемді ағылшынша айтуға тырысып көріңіздер. Сонда сөмке көк түс, сөмке көк. The bag blue. The bag is blue. Сөмке көк. The bag is blue. Енді қараңыздар, the bag-тің орнына ол көк деп айтсақ бола ма? Ол көк. Енді бұл жерде сөмке туралы айтып жатырмыз, бірақ сөмкенің орнына ол дейміз. Сонда қалай болады? Ол көк. It is blue. Ол көк. Сөмке туралы айтып жатырмыз. Сонда the bag is blue деп айтсақ болады. Болмаса it is blue десек болады. Excuse me. Ал қараңыздар, осындай жиек қате келеді, кездеседі. The bag дейді, содан кейін it is blue деп, сонда зат есіммен it есімдігін бірге қолданады. Бұл қате. Қате. Біліп жүріңіздер. Келесісі. Сұрақ сұраймыз. Сөмке көк па? Көк пе? Сөмке көк пе? Көк. Сұрақ сұрап жатырмыз. Is the bag blue? Is the bag blue? Is the bag blue? Сөмке көк пе? Ол көк пе? Енді сөмкенің орнына олды қолданып жатырмыз. Ол көк пе? Ол көк пе? Is it blue? Is it blue? Is it blue? Is it blue? Қайталаңыздар. Is it blue? Blue. Is it blue? Қараңыз, осындай қате. Is it the bag blue? Қараңыздар. Зат есімен есімдікті, міне есімдік it, есімдігі ол, және the bag сөмке. Екеуін бірге жазып жатыр, бұл қате. Қате. Біліп жүріңіздер. Келесі сөз. Кілттер сары. Кілттер сары. Кілттер сары. Айтып көріңіздер. Бұл жерде бәрін the-мен бастай беріңіздер. Кілттер сары.
The keys are yellow. The keys are yellow. The keys are yellow. Кілттер сары. Қараңыздар, тағы осында қате бар. The keys дейді, are дейді, yellow дейді. Бұл қате. Не үшін қате? Article A-ді қойып жатыр. Мына көрдіңіздер ма? Are yellow. Бұл қате не үшін? Себебі тек қана сын есім келгенде article қойылмайды. Бұл жерде қараңыздар. Yellow деп тұр ғой. Тек қана сын есім тұр. Бұл содан кейін тек қана сын есім болса, article қойылмайды. Сонда мынау дұрыс, бұл екінші сөйлем дұрыс емес. Ал қараңыз, сын есімден кейін, yellow'дан кейін зат есім келсе, мысалы, the keys are yellow. Мысалы, олар сары кілттер десекші. Мысалы, they, олар, are yellow. Ол көпше түрде екен ғой. Ол сары кілт десекші. It is a yellow key болады. Көрдіңіз бе? Қараңыз. Key бұл жерде зат есім тұр, және жекеше түрде. Сол үшін сары кілт болған соң, yellow алдына, Y-дың алдында айтып едік қой, A келеді, иә? Сол. Article A-ді тек қана сын есім плюс зат есім болғанда, тек қана сол кезде келеді. Бұлай келеді. It is a yellow key. Келесі. Кілттер сары. Кілттер сары. Оны жаздық, оны жаздық. Келесі. Бұл тағы мынандай қате, қараңыздар. The keys, they are yellow. Алдындағындай қате. Біліп жүріңіздер. Себебі бұл жерде зат есім келіп тұр, keys, және they, олар есімдік. Бірге келмейді. Болмаса кілттер болады, болмаса олар болады. Екеуі бірге келмейді. Кілттер сары ма? Кілттер сары ма? Кілттер сары ма? Кілттер сары ма? Are the keys yellow? Are the keys yellow? Are the keys yellow? Сұрақты сұрағанда біз болу етістігін бірінші орынға алып кетеміз. Болу етістігінің сипаты сол. Ол сұрақ құрау үшін present simple болсын, present continuous болса бірінші орынға келеді. Яғни бастауышпен зат есім болмаса есімдікпен орын ауысады. Are the keys yellow? Кілттер сары ма? Болмаса, олар сары ма? Олар сары ма? Кілттер туралы айтып жатырмыз ғой, бірақ олар деп жатырмыз. Олар сары ма? Are the keys yellow? Are the keys yellow? Кілттер сары ма? Are the keys yellow? Кілттер сары ма? Келесі. Жұмыртқа ақ түс. Жұмыртқа ақ түс. Айтып көріңіздер. The-мен бастаңыздар. The-ні біз біреусіне болмаса көпше түрде қолдана береміз. Сонда жұмыртқа сары. Жұмыртқа ақ. Кешіріңіздер. Жұмыртқа ақ. Жұмыртқа ақ. The egg is white. The egg is white. The egg is white. The egg is white. Ол сары, ол ақ, яғни жұмыртқа бұл жерде. Ол ақ. Ол ақ. It is white. It is white. Ол ақ. It is white. It is white. Ол ақ. Жұмыртқалар ақ. Жұмыртқалар ақ. The eggs are white. The eggs are white. The eggs are white. Жұмыртқалар